Қадірменді оқырман, парақшаға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ойды ой қозғайды. Алдыңғы парақшада айтылған сөз құдіреті туралы ойды сәл толықтыра кетсем. Сөздің адамға жағымды, жағымсыз әсері өте зор. Халық ертегілері мен шешендік сөздерінде азуын айға білеген айтқыш ділмарларымызды тілінен тәтті айтқанда бал тамған, ащы айтқанда қан тамған деп сипаттап, оларды ерекше бағалағанымен таныспыз. Иә, салмақты сөздің қашанда батпандай жүгі бар. Мұны Данышпан Абай бір-ақ ауыз сөзбен қорытқан. Сөзіне қарай кісіні ал, кісіге қарап сөз алма. Сөз тапқанға қолқаның жоқтығын төмендегі шағын әңгімеден де байқар едік. Екі жас үйленгеннен соң жаңа түскен жас келін өзінің үркекірек, өзімшіл дағдысымен жігітке шарт қойып, оның ата-анасымен бірге тұрғысы келмейтіндігін айтады. Жігітіне бөлек шығайық, жеке тұрайық деп үнемі қыңқылдап, қабағын ашпай қарса береді. Келіннің келеңсіз ойын түсініп, амалы таусылған ата-анасы жалғыз ұл мен келінін жиған тергенімен бөлек шығарады. Бұл жағдайды ұнатпаған көршілері, келін-ау, сенің күйеуің 3-4 ұлдың болмаса, 2-нің бірі болса, ата-енең қуана-қуана отау қылып шығарар еді. Өліп талып көрген жан дегенде жалғыз ұлы. Ата-ананы аңыратып, үйін қаңыратып, қалайша бөлек шықтың, депті. Шешесі күйеуіме, ананы сөйт, мынаны бүйт деп жұмсай береді. Маған да ақыл айтқысы бар. Мен 15 жыл оқыдым. Өз ақылым өзіме жетеді. Жігітіме не істетемін, оны өзім білемін. Ол менің жігітім, депті келін шімірікпестен. Сонда көршісі, қарағым-ау, ол ұл сол ата-ананың өмірге әкеліп, ақ сүтін емізіп, мәпелеп өсірген жалғызы. Өмірінің мәні тіршілігінің тіреуі емес пе? Сен менің жігітім дейсің. Ер жігіт сен егіп өсірген егін емес, түбін ойла, дегенде келін сөзден тосылыпты. Жігіт өзінің жігерсіздігіне, ойсыз омырылғанына қатты өкініпті. Оқып отырғанымыздай тапқыр сөзге талас жоқ, дегенде осы болса керек.